сәлеметсіздерме? Қанталапай байқау, ұлттық ойындар байқауының ұсынып отырған ойынымыз қазірде ұмыт болған қазақтың ұлттық ойыны шалма салу немесе құрық лақтыру деп аталады. Шалма ұзын жіптен немесе қайыстан жасалған ілмек. Ойынның ережесі бойынша ойыншы ілмекті алып аттың мойнына ілу керек. Кім көбірек біледі, сол топ ұпайды көбірек алады. Жас ерекшеліктеріне сай балалар топта макетке шалманы салып ойнайды. Ал іс тәжірибе жүзінде балаларға көрсету мақсатында әкелері далада сыртта аттарға шалма салып көрсетеді. Шалмарқанның ұзындығы 15 метр, 18 метр болуы тиіс. Шалмарқанды Ойындар байқауының екінші ойыны таяқ тартыс ойыны. Таяқ тартыс күш пен төзімділікті шыңдайтын қазақтың ұлттық ойыны. Екі ойыншы таяқты екі қолына ұстап, бір-біріне қарай тартады. Кім бір ойыншыны өзіне қарай тартып, немесе таяқты тартып алса, сол ойыншы жеңімпаз болып есептеледі. Дайынбыз балалар. Аяқ пен таяқты ағашты итеріп тұрамыз, табанымызбен итеріп тұрамыз. Кім өзіне қарай таяқты тартып алады, сол бала жеңімпаз болады. Ал бастайға 1-2-3 тарт жандәулет тарт